Сәлем қыздар, бүгін мен өзім тапсырыс қабылдау жүрген сүзбелі бәлішті жасаймын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен бізге бөлме температурасындағы тұрған сары май керек. Оған қантымызды, жұмыртқамыздың барлығын жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздің жұмыртқалы барлық массамыз еруі керек. Шамамен 2-3 минуттай араластырып отырамыз. Сонымен қатар достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сіздерге хабарлама келіп отырады. Енді біздің массамызға ұнымызды, қопсытқышымыздың барлығын жақсылап, осылай бірінші силикондық қасықпен араластырып аламыз. Барлық массамызды араластырып болғаннан кейін, енді қолымызбен жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды диаметрі 26 немесе 24 см болатын формаға әдемілетіп біркелкі етіп жайып, бортиктарын әдемілетіп осылай видеодағыдай шығаратын боламыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Негізінде менде ірілеу сүзбе тап болды. Ондай сүзбе емес, бір ұсақталып тұрған сүзбелерді пайдаланған жақсы. Сол кезде сіз қазір миксермен езген кезде барлығы жақсылап езіледі. Қантымызды, жұмыртқамызды, ванилин және де жүгері крахмалымызды қосып, мен осылай миксермен араластырдым. Бірақ сізде блендер болса, блендердің көмегімен барлығын біркелкі етіп езіп алған жақсы. Барлық массамызды енді әдемілетіп құямыз. Үйіңізде жидектер болса, оны да 1 шай қасық крахмалмен араластырып, енді бетіне әдемілетіп, біртіндеп салып шығамыз. Жидектер болмаса да ешне етпейді. Жидектерсіз ақта бұл сүзбелі бәліш өте дәмді болады. Енді 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. 40 минут уақыт өтті, біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Қыздар, керемет боп шықты ғой. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, комментарийға өз пікіріңізді жаза кетсеңіздер. Жұмсақ боп шығады, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.